біздің елімізде жүрек қан тамыр ауруларынан жылына 40 мыңнан аса адам қайтыс болады екен. Оның көп дені қазақтар екені айтпаса да түсінікті. Неге бұндай ауыр жағдайға душар болдық? Неліктен әлем бойынша жүрек қан тамыр ауруларынан ең көп қайтыс болатын қазақ ұлты жамбасты шаққанда? Оның басты себебі еліміздегі емдеу жүйесінің қателіктері болып отыр. Біздің емдеу жүйесі денсаулық сақтау министрлігінің алдына қойған басты мақсаты қарапайым халық емдеу емес, шет елдің фармацевтикалық компаниялар мүддесін қорғау жатыр. Мафия былайша айтқанда. Заң шығарды. Адамдардың дене мүшелерінің органдарын рұқсатсыз кесіп алып шет елге сатуға болады деген. Жақында мына крематорий салып жатыр. Крематорий не үшін салып жатыр? Өкімет айтады. Енді өлген адамдарды жерлетін жер жоқ дейді. Жер жоқтан салып атқан жоқ крематорийді. Енді Жеңісбек, сенің бүкіл ішкі құрылысыңды кесіп алып шетелге сатқаннан кейін қалғанын алады да крематорийға салып жағып жібереді, өртеп жібереді. Сол үшін жасап жатыр бұл крематорийді. Біз сондықтан да биліктен талап етуіміз керек. Бұндай бассыздықтарды, бұндай ұлтқа қарсы жасалып отқан қастандықтарды тоқтатсын. Рахмет. И знаете, в чем основная проблема? Разумеется, у каждого есть свое мнение по поводу некоторых пунктов этого кодекса. Но однако главная проблема, что нас не спросили, каждого из нас, за нас приняли решение депутаты, которых мы не избирали. Это главная проблема. Я думаю, я точно так же хочу согласиться с словами своего коллеги. Мы выступаем, наша команда выступает за то, что в каждом городе, в каждом районе должны быть общественные прения, должны происходить дебаты. Все гражданское общество должно выступать и давать свое мнение относительно каждого раздела в кодексе, потому что многие разделы не учитывали никак мнение народа. Я думаю, у нас на этом все. Мы за то, чтобы пересматривать все варианты и слушать народ. Айтып атқан вакцинасы дейді. Ол вакцинаны білмейміз. Не вакцина, қандай вакцина? Ашық түрде көрсетсін ең бірінші. Жоғары жақтағы отырғандар өз балаларына салсын, немерелері салсын ең бірінші. Көрсетіп, ең бірінші. Шынын айтқанда. Одан кейін біз өзіміздің балаларымызға салайық. Тура сол вакцинаны, басқа емес. Коронавирус деп жатыр, пневмония деп жатыр, пандемия деп жатыр. Не болды? Аптекада дәрі табылмады. Қайда кетті оның барлығы? Соның бәріне дайынбыз деді. Енді қазір бұлардың бәрі көріп кел сияқты. Балалар ауырады дейді. Қайдан біледі балалар ауыратын? Қай жермен сезеді, соны айтсыншы.